Қайырлы күн 250 TV каналының көрермендері. Араға біршама уақыт салып өздеріңізбен қайта қауыштық. Сіздерге жеткізер жаңалықтарымыз да, жетістіктеріміз де жетерлік. Біздің каналға тіркеліп, қолдау білдіреді деген сенімдеміз. Әне-міне дегенше оқу жылының бірінші тоқсанында жемісті аяқтадық. 90-дағы толағай табыстар мен жүлдемен оралған жарыстар жөнінде қазір айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Оқу жылы өз тілдің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін атты 10 күндікпен ашылды. Онда тіл мәртебесін арттыратын түрлі іс-шаралар мен байқаулар, сайыстар, сабақтар өткізілді. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында Tasty Books тәтті кітаптар фестивалі өзге ұлт өкілдері арасында бірлігіміз жарасқан тату еліміз тақырыбында аудандық танымдық сайыс өтті. My English атты ұстаздар арасындағы ұйымдастырылған байқауға әртүрлі пән мұғалімдері қатысты. Сайыс барысында қатысушылар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өз білімдерін көрсетті. Бірінші қазан қарттар күніне орай сыр сұхбат айдары бойынша ардагер ұстаздар Исанова Зейнеп, Бейсенбаева Күләш апаймен сұхбат жүргізілді. Талай жасты тәрбиелеп, талай мамандық иесін өмірге баулыған бұл кісілер еңбектерінің зейнетін көріп отырған шақтада ұрпақтарына игілік пен ізгіліктің, пайым парасаттың үлгісін танытудан жалыққан емес. Бесінші қазан ұстаздар күні мерекесіне орай мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі тақырыбындағы апталық өтті. Шара барысында ағымдағы оқу жылындағы мектеп бітіруші түлектер әуезді әні шырқалып, ең шығармашыл ұстаз, ең үздік ұстаз, ең мейірімді ұстаз, ең өнерлі ұстаз және ең білімді ұстаз тақырыбындағы медальдар тағылды. Сонымен қатар мерекеге орай дублер күні өткізілді. Шара барысында сайланған дирекция дублерлері мектепке басшылық жасап, сабақтардың өтуін қадағаласа, жоғары сынып оқушылары пән мұғалімі ретінде сабақ берді. Түрлі көрнекілік қолданып, әдіс тәсілдерді пайдаланып, қызықты әрі тартымды сабақтар өткізілді. 9-13 қазан аралығында әлемнің 3 тірегі атты математика, информатика және физика апталығы өтті. Апталық аясында қызықты ойындар, ерекше сайыстар мен шебер сынып сағаттардың куәсі болдық. Апталықтың соңғы күні үздік STEAM жобасының иегерлері марапатталды және оқушылар арасында блиц-викторина ұйымдастырылып, тапқырда жылдам оқушылар тәтті сыйлықтарға ие болды. 11-ші сынып оқушылары арасында ақыл батыл интеллектуалды ойыны өткізілген болатын. Мектеп тәлімгері Шерхан Кәрібаевтың ұйымдастыруымен 25 қазан Республика күніне орай ұланымыз ұлы елдің атты тақырыпты негізге ала отырып, жас ұлан ұйымына мүшелікке қабылдау салтанатты жиыны өткізілді. Аталмыш іс-шарада ұйымға мектебіміздің оқуда озат, үлгілі 55 оқушысы қабылданды. Мектеп басшысы Гүлжахан Жұмағалиқызы салтанатты шараны ашып, оқушыларымызды жас ұлан ұйымына қабылдауларымен құттықтап, өзінің ізгі тілегін білдірді. Сондай-ақ, жиын барысында жас өрендер Қазақстан Республикасының патриоты болуға, ата-ананы қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, оқуда озат болуға ант қабылдады. Бірінші тоқсан бойынша түрлі жарыстарға қатысып жеңіспен оралған оқушылар жайында айтамыз. Ұлы өнер тапқыштыққа алғашқы қадам инновациялық идеялардың республикалық байқауының облыстық кезеңіне 10-шы сынып оқушысы орынбасар Ердәулет қатысып, жүлделі 3-ші орын жеңіп алды. Жетекшісі информатика пәнінің мұғалімі Тілеубергенова Ақбота. Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастыруымен өткен өзге ұлт оқушылары арасында қазақ тілінен 5-11 сынып оқушыларына арналған тіл тәуелсіздік тұғыры олимпиадасынан жүлделі орындар иеленген оқушылар Яшков Александр, Хамова Жанел, Ким Вероника, Ким Константин және оларды дайындаған ұстаздарымыз Жасыбаева Айнагүл мен Болатқызы Гүлфайрузды құттықтаймыз.
Сонымен қатар, бокстан оқушылар арасындағы ашық турнирінде жүлделі болған оқушыларымыз бен жетекшісі Беков Берікті құттықтаймыз. Ақындар айтысы. Жас импровизатор ақындардың республикалық сайысының аудандық кезеңі 10-шы В сынып оқушысы Карабдинов Қайсар қатысып, жүлделі 1-ші орынды иеленді. Республикалық Эверест баспа үйі ұйымдастыруындағы жылдың үздігі төсбелгісімен мектебіміздің 8-ші Г сынып оқушысы Омарова Айсана марапатталды. Жалпы білім пәндер бойынша республикалық ғылыми жоба конкурсының аудандық кезеңіне мектебімізден 6 оқушы қатысып, 5 оқушы жүлделі орынға ие болды. Бірінші тоқсан бойынша мектепте жүргізілген жұмыстардың бұл бір парасы ғана. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.